Қайырлы күн достар. Бүгін біз смородинадан компот жабатын боламыз. Смородинамызды алып, жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз. Осылай екі банкамызге уыстап саламыз. Менде где-то 1,5 кеседей салдым әр кесеге. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Смородинамызды салып болғаннан кейін екі тілімнен лимонымызды және метамызды қосатын боламыз. Лимон бізде сүйегінен алып тазартып аламыз лимонды. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суымызды құйғаннан кейін крышкасын жауып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Он 15 минут өткеннен кейін суымызды кастрөлге құямыз. Осылай өйткені біз суымызды қайнатып алуымыз қажет. Осылай барлығын құйып шығамыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Суымызды құйып болғаннан кейін газге қайнатып аламыз. Сақырлап қайнап болғаннан кейін банкімізге құямыз. Енді суымыз қайнағанша осылай қант салып шығамыз. Мен 300 граммнан қант қостым. Лимон болғандықтан шамалы көптеу қосып отырмын. Дәмі өте күшті болып шығады, тым тәтті болып кетпейді. Енді қайнап тұрған суымызды әкеліп құятын боламыз. Осылай толтырып құйып шығыңыздар. Енді осылай жан-жағын болса аудара отырып, ішінде тұрған ауасын шығарып аламыз. Крышкасын жақсылап жауып шығамыз закрывашканың көмегімен. Мінекей біздің компоттарымыз дайын. Сүлгімізге осылай банкымызды аударып қоямыз 7-8 сағатқа суығанша.